Баршаларыңызға қайырлы күн. Меруерт асханасының алтын оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді бір жасағаннан шығатын тұшпарадан сорпа дайындайтын боламыз. Тұшпарамыз езілмейтін, жыртылмайтын бір жасағаннан шығатын тұшпара дайындаймыз. Сорпамызда ерекше дәм болады. Бізге керекті ұн, бір қасық тұзымыз, бір дана жұмыртқамыз, 2 қасықтай сұйық майымыз, бөлме температурасындағы суымызды құйып, алғашында қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін қолдың көмегімен орташа тығыздықтағы қамыр илейтін боламыз. Меруерт асханасына тіркелмеген оқырман болсаңыз, тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып қалдырыңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап кетіңіздер. Менің каналымда түрлі жаңа рецепттер болады. Міндетті түрде мені бақылап жүріңіздер. Және де достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Қамырымызды соңына дейін илейміз, ешқандай ұн қалдырмаңыздар. Әдемі, жұмсақ, орташа тығыздықтағы қамыр дайын болады. Бетін жауып 15-20 минутқа тындыруға жібереміз. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Менде осындай сиыр етінен тартылған ет. Бір дана биязымызды салып, сақтап турап алатын боламыз. Мен үлкендеу биязды пайдаландым. Етімізге биязды молынан салсақ, ерекше дәмді болып шығады. Менің рецептіме міндетті түрде жасап, жанұяңызды Меруерт асханасымен бірге қуантып қойыңыз. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осылай міне биязымызды салғаннан кейін қолдың көмегімен бізде биязымыз бен етіміз бір-бірінен бірігіп, әдемі масса болуы керек. Одан кейін қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Тартылған етіміздің үстіне бір қасық тұзымызды, бұрышымызды, егер ұнататын болсаңыз, сарымсақты да салсаңыздар болады. Мен 2 тіше сарымсақ салдым. Міндетті түрде жақсылап тұрып, қолдың көмегімен араластырып аласыз. Одан кейін қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Осы тұшпараның құрамдарын грамына дейін описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарап жасаңыздар. Біздің қамырымыз да дайын болып қалды. Енді тағы бір елеп жіберіп, одан кейін жаятын боламыз. Алғашында ұннан пайдаланамыз, одан кейін бізге ұнның ешқандай қажеті жоқ. Өзі әдемі болып, біркелкі болып жайылатын болады. Менің каналымда түрлі дәмді, тәтті салаттардың, тіске басарлардың рецепттері өте көп. Іздегеніңізді міндетті түрде менің каналымнан табасыздар. Ерекше құрамы қолжетімді тағам іздесеңіз, міндетті түрде менің каналымда бар. Тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып қалдырыңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап жүріңіздер. Алғашында осындай қолдың мен басып алыңыздар. Одан кейін оқтаудың көмегімен дөңгелектеп, 2 шетін баса отырып, жайып шығатын боламыз.
бізде дөңгелектелген әдемі қамыр жайылатын болады. Өте дәмді, ерекше қамыр болады. Осындай дөңгелектеген әдемі қамыр дайын болады. Сіздердің де шпараны қалай дайындайсыздар? Сол әдісімен де бөлісіп, комментария бөліміне пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің де жасау тәсілдеріңіз ерекше шығар. Маған қандай кеңестеріңізді айтасыздар, оны да пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міне бізде жұқа орташа қамыр болды. Енді мен осылай 4-1-3-те етіп кесіп қолдың формасымен жасап шығарамын. Енді сіздерде арнайы формаларыңыз болса, солармен жасасаңыздар болады. Менде осылай қолмен түйгенді жақсы көремін. Азғанадан салып, қамырымызды екі жағынан бүктеп, одан кейін үстінен басып шығатын боламыз. Екі жағында басасыздар. Одан кейін екі жағын астына қарай бүгіп жабыстыра қоямыз. Ешқандай қиындығы жоқ. 1-2-3 қайтара сіздерге көрсете берейін. Менің каналым жаңа түскен келін болсаңыз, ерекше, дәмді, өзгеше, құрамы қол жетімді тағамдар рецептерінің видеолары көп. Сіздерде қарап, жасап, жанұяңызды, отбасыңызды Меруерт асханасымен бірге қуантып қойыңыз. Қолмен түйгенің көзге әдемі көрінеді. Қамыры да тегіз, сыртылмайтын, езілмейтін, бір қалыпта пісіп шығатын болады. Сорпаларыңыз осы рецептпен жасаңыздар. Көп уақыттарыңызды да алмайды. Бірнеше қайтара көрсетіп жатырмын сіздерге түсінікті болу үшін. Сіздер де осындай рецептпен жасап, тоңазытқышқа қатырып қойсаңыздар болады. Бір асығып жұмыстан келген кезде пісіре қоюға өте таптырмас, дайын полуфабрикаттар. Немесе үйде отқан ана болсаңыз, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап, салапаныңызға өлшеп салып, логотипіңізді жабыстырып, дүкен сөрелеріне, дүкендерге өткізсеңіз, өте керемет табыс көзі болады. Енді сорпамызды дайындай алатын боламыз. Сұйық майымызды құйып, биязымызды салып бір дана тамыт пасын салып, жақсылап сарғайғанша қуырып аламыз. Одан кейін менде тоңазытқышта қатырылған тәтті бұрышымыз бар. Соны салдым, ерекше дәм беру үшін сорпамызға. Енді қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды, дәмдеуіштерімізді салып, әдемі дәмді сорпа дайындап алатын боламыз. Суымыз бір қайнап алады. Одан кейін картопымызды, егер ұнатсаңыз сәбіз салсаңыздар болады. Міне қайнағаннан кейін шпарамызды салатын боламыз. Еш қорықпаңыздар, езілмейді, жыртылмайды, бір қалыпты пісіп шығады. Осындай бір салапан көлемін пісіріп алдым. Қалған екінші салапанымға салып,
тоңазытқышқа сақтап қойдым. Бір жұмыстан асығып келгенде осындай дәмді сорпа дайындап ішетін боламыз. Ас болсын.